Тілдік қолданыстағы аралас атаулар және әлеуметтік диалектілер. Қазіргі тілдік қолданыста қазақша, орысша, қазақша, ағылшынша жазылатын атаулар көбейіп кетті. Қалыптасқан түсінік бойынша донор тіл мен реципиент тіл арасындағы байланыс тілдің лексикалық қабатынан ғана көрінеді. Мұндай стереотиптің қалыптасуына алғышарт терминология мәселесі. Алайда тілдер арасындағы ауыс-түйіс лексикалық қабатпен ғана шектелмей, кейде грамматикадан да көрініс беріп жатады. Мәселен, қазіргі қазақ қоғамында төл қосымшадай қолданыла беретін ски, шка қосымшалары ара-тұра мәтін тілінде де ұшырасатын болып жүр. Мысалы, мынау ски жігіт, мынау ски кино, аташка, әжешка. Бұл дұрыс емес үрдіс. Қазақ тілі өте бай болғандықтан бұлардың орнына сымбатты жігіт, қызық кино, аташым, әжетай деген секілді сөздерді қолдануымыз қажет. Жастар арасында сөйлеу кезінде жалпы қолданыстағы сөздерге орысша жалғау, өз тілімізде баламасы бола тұра кірме сөздерді шектен тыс көп пайдаланып, оның үстіне тағы қазақша қосымша жалғап, тіпті тарихи қалыптасқан сөйлемнің орын тәртібін бұзып қолданып жүргендер бар. Алғашында жастардың сөз саптауында белсенді қолданылатын жаргон сөздер тек қазақ тілінде болған. Мысалы, қуғынбай, бос сөйлейтін адам, сындыру, дегеніне көндіру, өзіне қарату, қума, бос сөйлеме, өзіне көп алу, артық сөйлеу, артық әрекет ету, құлақтан тебу, өтірік айту, базар жоқ, таңғалғанда айтатын сөз, қораға кіру, тығырыққа тірелу, лақтырып кету, сатып кету және тағы да басқалары. Қазіргі кезде сленг сөздер орысша және ағылшынша. Мысалы, риза, құрмет, респект, кешір, sorry, кеттік, go, hate, біреуді ашықтан ашық ұнатпау, краш, сымбатты, сәнді, гламурный, күлкі, угар, арзан, фуфло, мас, бухой, мақсат, таргет, скил, дағды және тағы да басқа сленгтер көп. Тіл тазалығын, сөйлеу және жазу мәдениетін, заңдылықтарын сақтау міндет. Егер әлеуметтік жаргондар жастардың актив сөзіне айналса, қазақ тілі өзінің әсемдігін, нормасын жоғалтады.